Ассалаумағалейкум. Біздерде мынандай КамАЗ автокөлігінің тяговый шерелесі. Естеріңізге сала кететін болсақ, алдыңғы күні осыдан бір күн бұрын КамАЗ автокөлігіне сәртір келіп, соның тяговый шешін ашқан кезде мынаның бір төрт провод бар, мына жерде екі проводтың төрт басы корпусқа беру керек тұғын мына жерден пайкіленіп. Ол сваркамен тұратын нәрсе екен, контактный сварка сияқты. Жабыспады. Соған бір шешім тауып, мына жерден үйге барып ойланып кішкене мына нені ортадағы темірді пластинаны тесіп резбі шығардым. Сосын оны болтпен бекітіп қойдым. Енді екінші басын мынаған пайкелеу керек болды ғой. Енді мына екінші басы оголять етсем іші мыс емес екен. Мед емес, басқа бір материал. Екеуі де сондай. Сосын оның басына мынандай етіп мыс жалғадым мынандай. Мына жерге, чтобы мынаған пайкелеу үшін. Оның арасын ол да пайк ұстамайды, болтпен бекітіп тастадым мына жерден. Кішкентай болтик салдым. М4 екен, М2 екен, кішкентай, өте кішкентай. Соны бекітіп, мынаған пайкеледім. Сосын енді бұның мына жақтары дайын ғой. Мынаның бәрін тазалап қойдым, питагын дайындап қойдым. Болттарын, резервлерін жаңартып қойдым. Сосын оның мына жерінен мынандай болт шыққан болатын, мынаның ішінен. Болт ұстамайды, айналып кетеді, 6 бұрыш. Оның ішінен мынандай специальный болт бар, 4 бұрыш. Мына канавкаға тұру керек ол. Мына жерінде сәлнегі болған жоқ, сәлнегін салып қойдым. Мына болтын бекітіп қойдым. Осындай түрпіш толып тұр. Арасына гравирный шайбы салып жүрген, ол қыспайды. Оны алып тастадым. Сонымен ошым тяговый шерелені жинап, тексеріп көру керек болып тұр. Тяговый шерелені бір жинап, 24 вольтқа қосып қарадым, тексеріп. Мынау қауып тұр, жасап тұр. Енді мына ортада питаг арқылы плюсты минусқа беру керек мынаның ішінде. Бермейді. Лампышкамен тексеріп тұрмын. Енді естеріңізге салатын болсақ, мынаның арасында мынандай шайбы салған болды. Гравирный шайбы 1 мм, жарым 2 мм-ден гравир шайбыны салған шайбаны мына жерге. Соны текке салмаған екен. Мына жерден өлшеп отырмын. Мына өзімде тұрған крышка, мынау келген крышка, мына БК-ның крышкасы. Былайынан көзге де көрініп тұр, екеуінің арасы деген. Мынаның іші терең екен. Өлшеп қарап едім, 2 мм терең болып тұр мынау. Мынадан мынау. Питак шыққан кезде бері қарай, мына болтқа жетпейді. Мынаның іші қатты терең. Осыған тимейді келіп. Мынау енді стандартный болт, бұдан артық биік болмайды бұл. Желінбеген сол күйі тұр. Сол енді мына крышканы алып тастап, өзінің крышкасын. Мына менде өзімде бір крышка жатыр еді. Осы крышкаға жинайын деп тұрмын қазір. Жаңағы тяговый шерелені мына корпуспен жинап көрдім тағы да. Мынаның іші енді 2 мм-ге тайыз болды мынадан. Өзінікінен. Одан да болмай шықты. Басқа тяговый шерелені мынандай ішіне плунжер дейді ғой. Поршын дейді, плунжер дейді. Соны түсіріп алдым. Себебі мынау маған қысқа болып көрінді. Сол осыдан болып шықты ғой. Мына поршын ішінде жүретін. Обычныйдан 3 мм ма 4 мм-ге ма сондай қысқа. Мынау осыны ауыстыру керек екен, оказывается. Мынау қысқа екен, но жетпей тұр. Мынау барады да, мына ортасына питак мына жерде тұрады ғой былай. Ана қапқан кезде былайынан. Екі болтты біріне-бірін жалғамайды. Себебі мынау қысқа. 4 мм ма даже. 4 мм өте көп қой мынау. Мынау өзінің стенкісінің қалыңдығы мына 3 мм деп атына тройка мынау. Мынау одан үлкен мынау. Сол себепті оның ішіндегі мынаусыны ауыстыру керек болып тұр. Ассалаумағалейкум. Мынау алдынан бері жинап атқан КамАЗ автокөлігінің тяговый шерелесі. Бұның мына жері пайк ұстамай қалды, оны болтпен бекітіп қойдым, тесіп резбі кесіп. Мына екі ортасы пайк ұстамай қалды, оны мысты болтпен бекітіп, оны мынаған пайкелеп қойдым. Енді оның бәрін толығымен жинаған кезде мына плунжер мына жері қысқа болып, мына питак мына болттарға жетпей қалды. Мынаның ішіне тимей қалды. Жетпейді, былай есептесем бір 4 мм-дей жетпей тұр. Сосын ішінің бәрін, мынаның бәрін есептедім. Мынаның тереңдігін қарадым, мынаның тереңдігін қарадым, мынаның шығатын жолын қарадым. Мынау 2 см-дей жол жүреді. Сол қазір мынаның ішінен бізге 5 мм жетпей тұрған жерден мынаның ішінен 9 мм углубление бар. 2 мм запас қалдым да, қазір мынаны 6 мм-ге ұзартып қойып тұрмын. 56 еді, мына екі орта. Қазір 62 болып тұр мынаумен. Сонда менің есебім бойынша бұл нәрсе поршын қапқан кезде тяговый шереле мына питак барып, мына екі болтты біріне бірін ішіне жалғау керек мына жерден.
тиеді, іші бізде запас қалады тағы да 2 мм-дей. Мына плунжерді ұзартып тұрмын, ортасынан кесіп темір жалғап, оны сваркілеп, оны жонып келтіріп қойып тұрмын қазір. Есебім бойынша тяговый шерелеріне жинаған кезде жасайтын болады. Енді бұны қазір жинаймын, сосын стендке салып тексеретін боламын. Тяговый шерелеріне толығымен жинап келіп қойдым. Бұл жерде стартерді имитировать етеміз ғой, стендпен. Минуста келіп қойдым, замок зажигание келетін плюста келіп қойдым. Сосын мынаған питак арқылы жалғанғанды білу үшін лампочка 24 вольт жалғап қойдым. 6 ампер 24 вольт. Мынаны енді 2 аккумуляторға жалғап қойдым, қосып көреміз. Мына тоқты берген кезде мына свет жану керек. Бисмилля. Ешқандай замыкание жоқ, четко жұмыс жасап тұр. Қауып тұр, қапқан кезде питак арқылы плюске не беріледі, тоқ беріледі, лампочка жанып тұр. Демек, тяговый шереле жақсы жасайды деген сөз.